Сәлем достар, бүгін сіздермен французский меренгада жасалатын макаронстың рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізге ең алдымен белок, миндальная мука, сахарная пудра, қант және альбумин, яғни сухой белок қажет болады. Құрғақ ыдысымызға белогымызды салып аламыз дағыны, оның үстіне альбуминімізді салып 6 минут бойы средний скоростьта айналдырамыз. Таймер қойып айналдырсаңыздар болады, уақытқа қарап отырып. Альбумин дегеніміз бұл сухой белок, оны міндетті түрде қосыңыздар, болмасам макаронстың крышкалары шықпай қалуы мүмкін. Енді 6 минут өткен соң үстінен құмшекерімізді қосып 8 минут бойы араластырамыз средний скоростьпен. Міндетті түрде таймер қойып араластырыңыздар, сонда крышкаларымыз әдемі болып шығады. Міне осындай бізде масса шығу қажет, өзін-өзі ұстап тұратын меренгамыз болу керек. Алдын ала миндальная мукамыз бен сахарная пудрамызды сетадан өткізіп аламыз. Жаймен қасықпен біртіндеп сала отырып араластырамыз. Араластырып болған соң ыдысқа салып алып, сухой красительмен өздеріңіздің қалаған түстеріңізге бояп шықсаңыздар болады. Міне бізде осындай масса шығу қажет. Лопатканың көмегімен жаймен араластырып аламыз, барлығы біркелкі болғанша. Енді дайын болған массамызды тефлоновый коврикке немесе силиконовый коврикке салып пісіріп алатын боламыз. Мешокқа осылай барлығын құйып аламыз. Мен оның үстіне 806 номерлі насадкамен құйып шықтым макаронстарды. Барлығын біркелкі етіп осылай құйып шығамыз. Құйып болған соң бөлме температурасында 2 сағатқа кептіріп аламыз макаронстарымызды. Одан соң 2 сағат бойы кепкен соң кепкен макаронстарымызды пешімізге салып 130 градуста 15 минут бойы пісіріп аламыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Ганаш шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Оның үстіне сливкиімізді қосып, екеуін жақсылап араластырып, холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Бұл ганажымызды бір күн алдын дайындап қойсаңыздар болады. Мен шоколадқа Қазақстан шоколадты қолдандым. Ақ шоколад қолдансаңыздар, молочный шоколад қолдансаңыздар да болады. Міндетті түрде таза шоколад қолданыңыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Шоколадымыз 5-6 сағат холодильникте тұрды. Енді оны миксермен көмегімен араластырып аламыз. Дайын болған макаронстың крышкаларын бір-біріне ұқсас крышкаларымызды тауып алып, орналастырып шығамыз да, арасына шоколадымызды құйып шығамыз. Макаронсты бір күн бойы холодильникте тұрғаны жөн, өйткені начинкасы сіңіп, ертесіне дәмдірек болады. Холодильникте 2 күн бойы сақтауға болады, морозильникте 1 ай бойы сақтауға болады макаронстарымызды.